Аттың құлағында ойнайтын шабандоздарды даярлайтын спорттық мектеп Көкшетау қаласында 20 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бүгінде бұл мектептің түлектері талай бәйгелерді оза шауып, олжа салып, ұлттық спортымызды ұлықтап жүр. Ат спорт мектебі Көкшетау қаласының дәл маңында Краснояр кентінде орналасқан. Басты мақсат қалада өскен балаларға қазақы қазанаттар тақымдатып еді. Ол мақсат үдеден шығып, қазір мұнда 20-дан астам жас шабандоз тәлім алуда. Солардың бірі Уәлихан Ботаев. 2 жыл бұрын осы конюшияға келдім. 2 жыл атпен айналысам. Колледж Бурабай. Сонда оқимын. Жарысқа шықтым. Осы жерде Красноярда болған жарыс атты. Жазда Қостанайдағы. Ат спорт мектебінің есігі ұлттық спортты үйренем деушілерге айқара ашық. Оның үстіне бас атбегі Ұлфат Усманов әлеуметтік жағдай төмен отбасының балаларын арнайы шақырады екен. Тіпті олардың кейбірін үйінде жатқызып, жүйрік баптаудың қыр-сырына қанықтырады. Я очень люблю лошадей. Мен өзім жылқыға өте жақынмын. Анама осы жерге ертіп әкелуін өтіндім. Енді міне бүгінде түрлі ат бәйгелеріне қатысып, жүлделі орындар алып жүрмін. Ат деген жақсы, киелі жануар ғой. Мектепте әуес қойлықпен атқа жай салт міну және шебер шабандоз атану. Осы екі бағытта дәріс жүргізіледі. Бастысы оқудың бұл екі түрі де тегін. Лошадь благородное животное. Жылқы жануар өте тәкаппар және қайырымды болып келеді. Бала күннен атқа отырып өскен адам аттың тілін жетік меңгеретіні сөзсіз. Жылқы да табиғаттың жаратқаны, сондықтан жас өспірімдер онымен өзара байланысуды үйренеді. Әр баланың мінезіне, денсаулығына, жүйке жүйесіне оң өзгеріс әкеледі бұл әрекеттер. Биыл жазда ат спорты федерациясының дәстүрлі кубогы осы Краснояр кентінде өтеді деп жоспарлануда. Оған шағын мектептің шабандоздары мен тұлпарлары тас түйін дайын. Жасұлан Әпқалық, Евгений Шингренко, Азат Айтып, Ақмола облысы.